сәлем достар, бүгін Кока-Коланың құрамында не бар, пайдасы мен зияны туралы айтатын боламыз. Кока-Коланың құрамында әдеттегі 11 шай қасық қант болады, ал диеталық нұсқада оның орнына жасанды тәттілендіру қолданады. Жасанды тәттілер күнделікті қолданатын қантқа қарағанда 100 есе тәттірек келеді. Оның құтыдағы мөлшері мен тығыздылығы көп болмағандықтан суға салған кезде қалқып су бетіне шығады. Сондай-ақ жағымсыз тосынсыйымыз да бар. Біз енді 1886 жылдан бері келе жатқан Кока-Коланың құпия ингредиентін білеміз. Күн сайын ішіп рахаттанып жүрген сүйікті сусынымыз құрамында кофе жапырақтары емес, құрт қосады екен. Нақтырақ айтар болсақ, түрік қорының Кока-Колаға қарсы іс қозғауының нәтижесінде танымал бренд өкілдері сусынның құрамын жариялауға мәжбүр болды. Неге сусын құрамы сонша уақыт құпия ұсталды дейтін болсақ, атақты сусынның құрамын білгеніңізден сіз оны ішер ме едіңіз? Атауы кокаин өсімдігінің атауынан шыққан. Одан кокаин атты жергілікті тағам өнімдерін, есірткі, наркотик және Кока-Кола атты сусын алынады. Кока-Кола американдық The Coca-Cola компаниясынан өндіретін алкогольсіз газдалған сусын. Кока-Кола сусыны 1886 жылы ақш-та ойлап табылған. Әлемнің 200-ден астам елдерінде сатылады. Соңғы жылдарда әлем елдері ғалымдарының зерттеуінше ортақ тұжырымы бойынша жас балаларға Кока-Кола сусыны қауіпті деп саналды. Бұл сусынның Америка брендіне айналып әлемге таралған соншалық бұл газдалған сусынның дүниежүзілік секундына 8000 стакан ішіледі екен. Кока-Кола компаниясының өз сусынның жасалу құпиясын ашуға мәжбүр болғаннан кейін мұндай күдіктер тіпті күшейді. Компания өкілдерінің айтуынша сусынның негізгі құпиясы кошенил құртынан алынады. Азық-түлік қоспада екен. Әдетте оның құрамында қант, кока ағашының жаңғағы, фосфор қышқылы, кофеин, карамель көмір қышқылы қосылады деп көрсетілген. Ендігі өндірушілер сусынның түсін өзгертетін бояу ретінде қолданатын кошенил құртының еш зияны жоқ деп елді сендіруге тырысуда. Егер тәжірибеге сүйенсек, бір стакан Кока-Колаға салынған бір кесек етті біраз уақыттан соң қарасақ, ет бүрісіп қалады екен. Дәрігерлердің пайымдауынша, жас балалардың бас сүйегіне, ойлау қабілетіне орасан зор зиян келтіреді. Жалпы газдалған сусынның мөлшерден тыс пайдалану адам ағзасында кальций, темір секілді ең маңызды элементтерді жойып, есесіне құрамында есірткі зат өміріңізді 2 есе қысқартады. Өздеріңіз көріп отырғандай, Кока-Коланың құрамы тұнып тұрған химикаттар мен зиянды бояғыштар заттар және газдар. Ештеңе жоқ. Бұл сусынмен Америкада машиненің моторын жуатын көрінеді. Қазақстандық дәрігер мамандар стаканға құйылған сусынға бауырды салғанда бауырдың іріп-шіріп кететінін, созылмалы асқынып кететінін, пайда болуының сусындардың кесірінен болатынын алға тартты. Оның құрамында қант, кока ағашының жаңғағы, фосфор қышқылы, кофеин, карамель қосылады деп көрсетілген. Достар, каналым ұнаса тіркеле кетіңіздер, лайк басып комментарий жазыңыздар.